саламатсыз ба? Мен Асқар Сенбай, Астана қаласының тұрғынымын. Бүгінгі кеше естіп, мына мүгедектер наразылығын қолдауға келіп тұрмын. Өйткені бүгінгі мына халықтың жағдайы жайды қиын. Бірақ мына мүгедек адамдарға деген биліктің қатынасы, жәрдемі, көмегі, ақысы өте төмен. Өйткені күнделікті өмір сүруге мына алып атқан төлемақымен өмір сүру өте қиын. Дәрі-дәрмекке қиын, мына демалуға және де мына мүгедектерге ешқандай не жасалмаған, өте төмен жасалған. Соны осы наразылығын қолдауға біз келіп отырмыз. Мен аты-жөнім Айжамал Сариева, мен белсендімін, осы көпбалалы аналардың ішінде бірге жүрген анамын. Біздер қазіргі таңда мына инвалидтердің көбі мынау атамекен жөнінен. Атамекенді береді 580 мың, тек қана өзіне құрал жабдық қана алдыртады, ал бірақ ар жағына ешқандай не қылмайды. Қалай айтсам екен? Мысалы, кейбір аналар бар, тігін тігетін. Аналар тігін тіккенде тек қана машинка, аверлёвка сондай ғана алдырады, ал оның матасына, мақтасына үкімет берген ақшасын алдыртпайды. Ол өзі жағдайы жоқ, төмен инвалид болса, ол баспанасы жоқ, ол қаяқтан алады? Осы кедейшіл жағын үкімет атамекенде дұрыс қарастырылмаған. Көп, сосын мынау кейбір нелер бар, инвалидтер бар, үйінде 3 инвалид, 2 инвалид, сондай кісілер бар. Соларға үкімет жағынан көбірек қарастырылса, көпшілікке біріктірмей, сол жағынан ерекше көңіл бөлу керек. Енді ол үкіметке мұқтаж болғандықтан айтып отыр ғой, ол келіп отырғандықтан. Кез келген көріп отырсыздар, коляскада отырған адамдар өте қиын нәрсе. Сондықтан үкіметтің тарапынан осы кісілерге көп жәрдем болса деген ниеттемін. Да. Цифры элементарные, хотя бы которые не заучивают, не знают. Да, вот, потому что они не живут на это пособие. Да? Они не знают, как это существовать на 35 тысяч тенге. 15 миллионов выдается, сами себе выписывают министры. Информация, премия такая, 129 миллиардов. Там, мы были в шоке, никто не смог на нас информация получает. 48 тысяч тенге выживает инвалид в Казахстане. А то вице-министр приписывает сам себе вот эту премию, 15 миллионов самая низкая цена. Ну вот, например, что он нам Жанна сказал? Когда АСП считает людям, АСП, считайте доходом, вы считаете доходом пособие, где-то доход ребенка-инвалида, вы считаете пособием. А когда надо брать кредит, это не считается брать. Вы понимаете? У него сколько месяцев? Извините, март, апрель, май. Бұл кісілермен бірнеше рет кездесулер өткен болатын, парламент депутаттарымен, әкімдіктің өкілдерімен, қала әкімімен, қала әкімі орынбасарларымен, басқарма басшыларымен, аудан әкімдіктері барлықтар бұл кісілермен кездескен болатын. Және де дәл сол кезден бастап министрлік өкілдіктері, министрдің кеңесшісі және вице-министр, оның ішінде Аукенов Ерлан Мұратұлы өзі жеке кездескен болатын. Офлайн форматында да, онлайн форматында да бұл кісілерге толық жасалып жатқан жұмыстар бойынша да қазіргі таңдағы бұл кісілердің талабынан кейін бұл кісілердің жұмыс жобасы және заң жобасы қандай жобалар қазіргі таңда бар екендігі барлығы бойынша түсініктемелер берілген. Бұл кісілер қазіргі таңда ең басты мақсаты заңсыз үй сұрап отыр. Ал ол заңсыз үй тек қана қазіргі заңнамаға сәйкес, кезекке сәйкес берілетін болады. Қазіргі таңда 49 мыңнан аса азаматтар үй кезегінде тұр. Оның ішінде біз 2019 жылы 3 мыңға жуық пәтер бердік, 2020 жылы 7 мыңға жуық пәтер берген болатынбыз. Биылғы жылы сол қолжетімді баспананың санын 10 мыңға дейін жеткізуге жоспарлап отырмыз. Демек, жылдан жылға жасалып жатқан жұмыстардың барлығы да ол көрініп тұр. Бұл кісілер мысалы қаншама азаматтар өздерінің мемлекеттік қызметті 100% алуда. Бұл кісілерге қазіргі таңда да барлығы сұрақтары бойынша, жеке сұрақтар болсын, ортақ сұрақтары болсын, барлығы бойынша түсініктемелер беріліп, заң жобалары, заңнамалар барлығы бұл кісілерге тікелей көрсетілген болады. Законы не могут убрать, потому что они иначе решатся конвенции.
доходы 8. Которые приносят большие доходы, Кормушка, дивиденды. кормушка для наших правителей. Просто